Негізгі матамызды бір-біріне оң бетіне қаратып бүктейміз де, теріс бетіне лекалаларымызды қойып пішеміз. Лекалада сгиб деп жазылған жерлер бүктеу деген сөз. Демек матаны бүктелген жеріне қойып пішеміз. Барлығын осындай ручкамен немесе бормен бастырып сызып шығамыз. Міне жаңағы сгиб деген жер ашқан кезде осындай бір бүтін болып шығады. Алдыңғы бой басқасында сгиб деп жазылған. Демек бұл бүктеу деген сөз. Бүктеп пішеміз. Сонда ашқан кезде бір бүтін болып шығады. Енді астар бөлігін пішеміз. Лекалада подклад деп жазылған. Сол подклад деп жазылған лекалаларды астар бөлігінен пішіп шығамыз. Енді негізгі бөліктен қиып шыққан барлық детальдарымызды дублириндап шығамыз. Тек жеңін ғана дублириндамаймыз. Қалған бөліктердің барлығын дублирин қиып шығамыз. Енді үтігімізді қыздырып аламыз да, дублиринді қойып, үстінен бұлай баса отырып, видеодағыдай солай жабыстырып шығарамыз.